Ертеде біздің кең даламызда сақтар деген халық өмір сүріпті. Сақтар батыр, еңбекқор және өте ақылды халық болған. Олар атқа мініп, далада өмір сүрген, киіз үйде тұрған, мал шаруашылығы және егін шаруашылығымен айналысқан. Сақтардың өте батыр патшайымы болған. Оның аты Томирис екен. Томирис сақ патшасының қызы болған. Ол кейін өзі де батыр патшайым болды. Томирис 5 жасынан атқа мініп, садақ тартуды үйренген. Томирис патшайым өте батыл, халқын жақсы көрген және қорғаған. Жау келгенде Томирис қорықпаған. Ол батырлармен бірге елін қорғаған. Сондықтан Томирис батыр патшайым атанған. Сақтар біздің ата-бабаларымыз, ал Томирис батыр ана. Біз батыр халықтың ұрпағымыз. Бір күні сақтарға Парсы елінің патшасы Кир патша шабуыл жасады. Томирис патшайым елін қорғау үшін әскерін бастап шықты. Екі жақтың арасында үлкен шайқас болды. Томирис батырлығымен жеңіске жетті. Сөйтіп сақ елі аман қалды. Сақтар батыр халық, Томирис батыр патшайым. Біз батыр елдің баласымыз. Томирис патшайым туралы режиссер Ақан Сатаев тарапынан фильм түсірілген. Фильмде Томирис патшайымның балалық шағы көрсетіледі. Ол кішкентай кезінен атқа мініп, садақ тартуды үйренгені көрсетілген. Томирис батыр, қайсар болып өседі. Кейін ол сақ елін басқарған батыр ханшайымға айналды. Фильмде сақтардың өмірі, даласы, батыр жауынгерлер айқын көрсетілген. Сақтар ержүрек халықтар. Томирис тарихта батыр патшайым атағымен мәңгілікке қалған. Біз батыр елдің баласымыз.